Эмоция әлемі ертегісі бұл адамның ішкі сезімдері мен эмоцияларының күрделі, бірақ маңызды әлеміне саяхат туралы оқиға. Басты кейіпкер, кішкентай бала Бақдәулет, күн өмірде әртүрлі эмоцияны кешіреді. Қуаныш, қайғы, ашу, қорқыныш, махаббат және таңдану. Бір күні ол эмоция әлеміне түсіп, әр эмоцияны бейнелейтін кейіпкерлермен кездеседі. Әр эмоция балаға өзін-өзі түсінуге және сезімдерді қалай дұрыс басқаруға болатынын үйретеді. Қуаныш бақытты сәттердің маңыздылығын көрсетеді, қайғы қиын сәттердің де өз орны бар екенін түсіндіреді, ашу оны дұрыс бағыттау керектігін ескертеді. Қорқыныш сақтықты үйретеді, бірақ оны жеңу жолдарын көрсетеді, махаббат жақындарыңды бағалаудың мәнін ашады. Баланың бұл саяхаты эмоциялардың әрқайсысы маңызды екенін түсініп, үйлесімді өмір сүруге үйренумен аяқталады. Бұл ертегі балаларды өз сезімдерін түсініп, оларды дұрыс бағытта қолдануға шабыттандырады. Ертегі осындай көңілді сәтте аяқталады. Әрдайым көтеріңкі көңілде жүріңіздер. Эмоцияларыңызды басқара біліңіздер. Эмоцияңызды басқаруға көмектесетін бірнеше пайдалы кеңес. Бір эмоцияны қабылдаңыз. Эмоцияны басуға тырыспай, оны түсініп қабылдаңыз. Бұл сізге оның себебін анықтауға көмектеседі. 2. Тыныс алу жаттығуларын жасаңыз. Терең әрі баяу тыныс алу жүйкені тыныштандырады және жағдайды байсалды бағалауға мүмкіндік береді. 3. Пауза жасаңыз. Эмоцияға беріліп әрекет етпес бұрын бірнеше секунд немесе минут күтіңіз. Бұл ақылмен ойлануға уақыт береді. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.